Ассалаумағалейкум, құрметті құс сүйер қауым, ағайындар, қалайсыздар? Сіздермен тағы да мен. Бүгін наурыздың 20-сы, четверг. Бүгінгі видео сол балапандар жайлы. Бізде алғашқы шыққан балапандар. Олар жерге жіберген болатын, алдыңғы видеода салдым. Олар уже өсіп, осындай тауық қораның температурасына үйренісіп жатыр. Қазір светтің бәрін алып тастадым, жылытатын инфракрасный лампа бәрін. Өткен далада плюсовой температура қазір бізде. Сол себептен іш ондай қатты салқын болып жатқан жоқ. Сол себептен осылай жіберіп қойдым. Жерге шөп төсеп қойған болатын алдында. Кішкене ластанды. Тағы үстінен жаңартып жіберем. Ертең алла жазса бүгін үлгермеймін, өйткені бүгін жұмыс менде. Қазір сол жемдерін беріп, суларын беріп, кешкісін жұмысқа қарай кетем. Так, міне балапандар осындай өсіп қалды. Қораз, мекен бәрі ажырататын жасқа келді. Пока бәрі бірге жүр, бірақ 1,5 ай, 2 айға таяған кезде, в общем, бөліп тастаймын, қораздарын бөлек, тауықтарын бөлек. Олар бізде бірінші шыққан балапандар, тұңғыш байлар. Так, одан кейін кезегімен бізде жақта екінші рет шығарған балапандар. Оларды маған Қайрат деген ағам бар, сол кісі шығарып берген болатын. Бұлар пока осындай жылы жерде инфракрасный лампаның астында витаминдерін ішіп, жем жеп, бұлар да үйреніп жатыр. Скоро бұларды шығарып тастаймын, өйткені бұл жерлер маған керек, орындар. Осылардың қасына қосам, немесе ана жерден отдельно тағы бір не істеп, осы жаққа орналастырам оларды. Скорее всего, осы жаққа орналастырсам, өйткені мынаған қоспаймын, мыналарға қоссам, олар шұқып өсірмей тастауы мүмкін. Бұл да сондай болған менде жағдай. Так, одан кейін бізде шыққан үшінші партия. Мына жерде үшінші шыққан балапандар. Так, бұлар енді брудердің ішінде тұр. Өйткені бұлар жыл жер керек. Кішкентай болғандықтан бұлар ондай температураға, қатты салқынға шыдамайды, ауырып қалады. Ауырып қалғанда бұлар ауырмайды ғой сразу. Моментом суық тисе, бір нәрсе өсе өліп қалады ғой сразу. Өйткені ондай иммунитет жоқ бұларда. Сол себептен осындай брудердің ішінде осындай жемін салып қойған, жаңа жем жеп жатыр. Мына жерге де жем салған. Жемді толықтай жеп үйренді. Бұлардан айтпақшы бір балапан өліп қалды. Іші қатып. Кештеу байқап қалған екенмін. Мен ештеңе істей алмадым. Өйді бәрін емдеп, дәрісін бергендей болдым, бірақ бір кесем уже жатып қапты. Өлмеген, бірақ жатып қалған. Кейіннен келсем, уже өліп қапты, бәрі шұқып үстінен таптап тастапты. Жалпы осылай балапандар өсіп жатыр. Көбейіп жатырмыз. Ертерек далада қар ерсе дұрыс болар еді бізде. Әлі қар толығымен еріген жоқ, бірақ алдыңғыға қарағанда қар азайды. Ертең қар толығымен ерсе, оған деп мыналар да өсіп қалады жіптер. Сол кезде бұларды далаға шығарып тастаймын. Одан кейін кезегімен осы жерге шығарып, осы жерден далаға шығарып отырам. Сосын біздегі бүгінгі басты жаңалық. Бізде міне жаққа алдында құрық жатқызғанбыз, білесіздер. Міне осындай әдемі кішкентай балапандар шығарып бастады бүгін. Бір екі-үшеуі шықты ғой деймін, астында жатыр. Міне қазір қапықтарын алып тастап отыру керек негізі бұлар. Екеуі шығыпты.
балапан шықты ол үшін. Қалғандары тесіп қойыпты. Қазір соған мына жерге жем, су дайындап кетем, байқаласа. Жаңа тауық қораға келсем, үшін құрқылдап дауыс шығарып жатыр. Ай, осы балапан шығарды деп қарасам, действительно балапан шығарыпты. Красавица. Ал бірінші рет жатып тұрған былтырғы тауық қой мынау. Бір жыл толған жоқ әлі, бірақ балапан шығарды уже. Тем более жақсы қарайды екен мынау. Бір тұрған жоқ орнынан, жаңағыдай бір тауықтар сияқты, бір жатып, бір тұрып, жұмыртқаны суытқан жоқ. Чисто үстінде жатты. Кеше бір келіп қарағанда осы жұмыртқаны суытып жатқан бұл. Өзім ойлағам осы балапан шығарады ау деп. Енді Құдайдың жаратылысы ғой, өзі жұмыртқаны ашып қойып, кәдімгідей суытып жатыр екен бір кесе. Аяғын кішкене көтеріп ше. В общем, материнский инстинкт деген сол екен ғой. Өздері біледі екен. Не істеу керек, қалай болады бәрін. Енді Алла тағаланың жаратылысы ғой бәрі. Осындай қуанышты жаңалық бүгін. Қазір мына жерге жем суын дайындайын. Өзім ночқа кетем, ертең азында қайтып келем үйге. Сол кезде толықтай балапанда шығып үлгеретін шығар. Оған дейін балапанды шығарып қойса, сосын бір 2-3 күн осы жерде ұстаймын енді. Содан кейін кеңдеу жерге көшемін, мына жаққа или мына жоғары жағына. Так, бүгін бізде тауықтар жайлы видео болмайды, өйткені тауықтарды білесіздер. Ар жақта домашний тауықтарым бар, мына жақта кучинский тауықтар бар. Ол жақта особо жаңалық жоқ, жұмыртқа туып жатыр. Қазір заказ түскен, кучинскийдің 100 жұмыртқасынан соны жинап жатырмын, Алла жазса. Солай ақырындап қимылдап жатқан жайымыз бар. Так. Жалпы бүгінгі видео осы балапандар жайлы. Осы 4-ші партия шықты ғой бізде. 40 тауық шығарған балапандар, сол 4-ші рет шығып жатқан балапандар бізде. Осы 2 айдың ішінде 4 партия шығардық қой. Енді үйдегі инкубатордан шығады. Келесі айдың басында. Сонымен 200-ге жуық балапан шығады бізде. Бұлар қазір чисто рост жеп жатыр, жердегі балапандар. Брудерде тұрған, ан жақтағылар старт жеп тұр пока. Скоро ана жақтағы балапандарға тоже рост бере бастаймыз, бір айға толғасын. Аларға кішкене ертерек бердім мен, 25 күннен бастап па, үшін ростта. Көріп отқандарыңыздай, осындай. Тез өсіп кетеді, рост жаңа қазір енді баяғыдай емес, дамыған заман. Старты бар, росты бар, одан финиш дегені бар. Бәрін дұрыс уақытымен беріп отсаңыздар, балапандар тез өсіп кетеді. Міне мына қораздарын көрдіңіздер ма? Сразу білініп тұр, қораз екендер. Мекен көрініп тұр. Ана жер былшылдап су болып жатыр бізде. Ана жерде фундамент жоқ қой өткен. Фундамент жоқ, далада еріген қардың бәрі осы жаққа келіп жатыр. Оған ештеңе істей алмаймыз енді. Солай ері беріп, күн жылғасын кеуіп кетеді өзі. Сосын кеше түнде ана форточканы ашып қойғам ғой, ұмытып кеттім жабам деп. Қазір соны жауып кетем енді бүгін.
Жалпы осы ағайын. Амандықта кездескенше келесі видеода жолыққанша сау саламатты болыңыздар.